Саламатсыздарбы балдар? Казак тили пәні 124 сабак 22 жаттығуға қараймыз. Өлең мазмұн тақырыбына қарап болжа. Сонан соң өлеңді тыңда. Жеңіс күні. Алтын тулар зермен ойнап, қуанышты ұлға айтамыз. Жеңіс күнін жылда тойлап, жеңіс әнін жылда айтамыз. Бабалардың айбын дүнін тыңдаймыз біз мақтанышпен. 9 мамыр тойдың күні тоқаш піскен. Бақыт сыйлап жатады әр күн, санамызға жарық берген. Әкелері аталардың бұл жеңісті алып келген. Қуантады ән сап жұртты, келе берсін бақыттаңы. Жеңіс күнің құтты болсын, батырлардың ұрпақтары. Құнанбай Молдағалиев. Жеңіс күні қашан тойланады? Жеңіс күніне кімдердің арқасында жеттік? Қалай ойлайсың? Өлең авторы бізді неліктен батырлардың ұрпақтары деп атады? Өлең мазмұны бойынша әңгіме құрап жаз. Әңгімеңде лепті және сұраулы сөйлемдерді пайдалан дейді. Жылда жеңіс әнін шырқап, жеңіс күнін тойлаймыз. Бабаларымыздың айбын күнін мақтанышпен тыңдаймыз. Әр күн санамызға жарық беріп, бақыт сыйлайды. Бұл жеңісті бізге аталарымыздың әкелері алып келді емес пе? Жеңіс күні құтты болсын, батырлардың ұрпақтары. Өлеңнің қатесін түзеп жаз. Отан үшін беттескен, өліммен де от кешкен, омырауын оқ тескен, менің атам майдангер. Оразақын Асқар. Майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажырат дейді. Қараңдар, отан үшін от кешкен. Қатесін түзеп жазайық. Өліммен де беттескен, омырауын оқ тескен, менің атам майдангер. Өлеңді қатесіз жазамыз, сосын майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстарды ажыратамыз. М дауыссыз үнді, Д дауыссыз ұяң, Н дауыссыз үнді, Г дауыссыз ұяң, Р дауыссыз үнді. Мақалды оқу мағынасын түсіндір. Қаһарлы ел қамал бұзады. Қ дыбыстары бар сөздер атау, олардың айтылуы мен жазылуын есіңе түсір. Қаһарлы ел қамал бұзады, яғни ашуланған, ашынған ел ештеңеден тайсалмайды. Бәріне де барады деген мағынада айтылып тұр дейді балалар. Суретке қара, суреттің тақырыбын анықта, сурет бойынша әңгіме құрап айт, мәтінге ат қой. Осы тақырыпқа қысқаша шығарма жаз. Отан үшін от кешкен жалынды жылдар, бүгін жеңіс күні, жеңіс күніне арнап, мектебімізде отан үшін от кешкен жалынды жылдар тақырыбында шара өткелі жатыр. Менің атам соғыс ардагері, сондықтан атамды қонақ қылып шақырған. Атам екеуміз мектепке бара жатырмыз. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңдар.